Мен өзімді бейотар феминист санаймын. Бүкіл әлемдегі 4 миллиард әйелдің қалауы, таңдауы бір емес. Кейбір сөздер әйелдерге ғана айтылады. Сол үшін де бізге феминитив керек. Феминизмнің артында әділеттілік тұр. Неліктен біз әйелдердің теңдігін қалаймыз? Себебі тарих бізге әділетсіз қарап келді. Қазақ әйелдерін шығыс әйелі деген анықтамаға сәйкес келмейміз. Мен 48 жылы Парижде қабылданған адам құқығы декларациясын алып, ой Керей Жәнібек немесе Тәуке хан неге әйел құқығын қарамаңдар деп айтса, мен онда қазақ еместігім. КСР ең алғаш абортқа рұқсат берген мемлекет. Мені қалаға бармай қой, мен үйде отырайын, 10 баланың анасы атану мен үшін мәртебе. Омбыға барып оқығанша деген қазақ әйелдерінде де ондай пікір болды. Ыбырай Алтынсарин мектеп сала бастаған кезде түнде барып өртеп кетіп отырған сол қыздардың әкелері болды. Қазақ әйелдерінің съезі 1907 жылы Семейде өткен кезде қазақ әйелдер айтқан болады: біз зат емес, біз сатылады. Біз қалың малға сатылмаймыз. Қалың малды қойыңдар, бұл өткеннің қалыңдығы, білім алыңдар, еркекпен тең болыңдар, сендер еркектен кеш емессіңдер, кем емессіңдер деген бізде әйелдер өте көп болды. Сәлем, Қалам Глобал YouTube арнасына қош келдіңіз. Экраныңызда Қаламкаст, Қалам Глобалдың жобасы. Бұл жерде біз тарих, өнер, мәдениет, әлеуметтану секілді түрлі салалардан мамандарымен, сарапшыларымен кездесіп, білім көкжиегімізді кеңейтеміз, жаңа, қанық, пайдалы әрі қызықты ақпарат аламыз. Менің есімім Димаш Зиядин. Бүгінгі біздің қонағымыз, бүгінгі әңгімеміздің бас қаһарманы Әйгерім Құсайынқызы, фембике, зерттеуші. Әйгерім, менің бірінші сұрағым мынандай: біз енді осы фембике деген сізді таныстырудан бастасақ. Бұл жалпы қазақ тілінің заңдылығына, болмаса бір қалыптасқан әдет үрдістеріне қаншалық сай келетін құбылыс? Басқа тілдерден біздің мысалы айырмашылығымыз бар ма осы феминитив тұрғысынан? Осы туралы айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер жұмызда, сізді көргеніне қуаныштымын. Шақырғандарыңызға рахмет подкастқа қонақ ретінде. Фембике деген сөзге жалпы феминист қой, латынша сөзі. Фам деген сөз латынша әйел. Феминист әйел құқығына теңдігі үшін күресуші. Мен бұны қазақиландырудың себептерінің бірі, яғни жұрнақ жалғауымен қоспай-ақ қазақиландырудың себебі мен өзімді бейотар феминист санаймын. Яғни феминистің бірнеше толқыны бар. Яғни бүкіл әлемдегі 4 миллиард әйелдің қалауы, таңдауы бір емес. Мен қазақ әйелдерінің үнін шығару мақсатында, қазақ әйелдерінің мәселесін көтеріп жүргендіктен де мен бұл латын сөзінің қазақша болғанын қаладым. Сол үшін де осыған дейін мен әдебиетте көргендіктен бұл фембике деген сөз қолданамыз. Кейбіреу бикеш деген сөзді ұнатпайды. Бірақ та бике, бикеш ол жалпы қазақ тілі этимологиясында бұрыннан бар, сіңісіп кеткен түрік, араб түбірлес сөздерінде кездесетіндіктен менше құлаққа бірден кірпідей тиюі мүмкін, бірақ та менше уақыт өте келе қабылданады, оң қабылданады деген үміттемін. Бізде мәселен енді Қазақстанда ең жиі қолданылатын контент көздерінің бірі ретінде алатын болсақ, мәселен Рунетті алсақ, ол жердегі ең жиі кездесетін талқылаулардың бірі ол сол феминитивтер, екі топқа бөлініп алады да, қырылысады да жатады. Біз автор дейміз ба, жоқ әлде авторша дейміз ба, жоқ әлде авторка дейміз ба деген сияқты сондай нелер бар. Осы тұрғыдан алғанда бұл қазақ тілінде бұндай бір жұрнақтардың болмауы, мүмкін қателесетін шығар, мүмкін бар шығар, бірақ болмауы кең таралған. Бұл біздің артықшылығымыз ба, жоқ әлде бұл жай бір солай қалыптасқан дүние ме? Рунетке келетін болсақ, мен жалпы соғыс басталғалы орыс тілінде контентті мүлдем тұтынбаймын, бірақ та ол жақтағы дауды білемін, қайдан басталғандығын. Қазақ тілін кейбір филологтар, тарихшылар гендерлік нейтрал, яғни өте бейтарап тіл дейді. Мен оған келіспеймін. Себебі кейбір сөздер әйелдерге ғана айтылады. Мысалы, медбике. Медбике деген сөз әйелге айтылады, медсестра. Бірақ медбикенің ұлдарға қаратпай айтылатын сөз қандай? Мысалы, сіз білесіз бе, жүршіңізді? Медбраттың қазақшасы қалай? Яғни бізде қолданыста ол жоқ. Сол үшін де бізге феминитив керек. Немесе мен университетте істеген кезде мен старший преподаватель, аға оқытушы дейтін. Мен неге аға болуым керек? Маған аға деген сөз ұнамайды, ол маған жат, ол еркектерге айтылатын сөз. Бірақ та маған кейбір айтады, жоқ, ол мәселе ағалықта емес, ол мәселе иерархияда дейді. Мен айтамын, бұл екі есе сексизм ғой. Мен аға деген сөз әйелден жоғары аға деген иерархияны білдіреді. Яғни старший деген сөздің аудармасы бізде неге апа емес, неге әпке емес, аға. Яғни біздің тілдің қазақ тілі меніңше гендерлік бейтарап тіл дегенге келіспеймін. Бізде мысалы төрайым деген керемет сөз бар, төрағаға балама, бірақ та оны қолданбайды. Мысалы Үміт Шаяхметова Халық банктың CEO-сы дегенде қазақша төрағасы дейді.
Мен сол үміт шаяхметованы төраға деп айтқым келмейді. Төрайым мен үшін. Сол үшін менше қазақ тілінде мұндай сөздер бар, әйелдерге арнап қолданылатын, соны жиі қолданысқа енгізілу керек. Ал орыс әлеміндегі дау ол ерте ме кеш пе қабылданатын дүние деп ойлаймын. Егер сіз фембике болсаңыз, феминизмді қолдайтын ер адам қазақша қалай болуы мүмкін? Жалпы ғалымдар оны профеминист дейді, меніңше про деген сөз, ағылшыншасы міндетті түрде процент деген сияқты ғой, процент 100-ге қарай деген. Меніңше қазақшасын да солай қалдыруға болады. Мысалы, фембике дегенді фем еркек деген меніңше бізде қабылданбайды. Фем мырза деген. Жаңа сөздік, бір жаңа сөз қалыптастырған фемингер деген. Феминист кемеңгер еркектерді фемингер дейміз. Мен өзім сыйлайтын феминист ағаларымды Молдияр Ергебековті сөйтіп фемингер деймін. Күшті. Әдемі сөз деп ойлаймын, қазақи естілетін. Күшті сәтті табылған атау, кемеңгер деген. Бірақ енді оның артында жаңағы кемеңгер деген контекст тұрғандықтан, бұл жерде сол сөзге шынымен лайық азаматтарға айтылу керек дүние. Біз оны жаңылтпаш қылдырып аламыз. Фем болсаң, кем болмайсың. Кем болмайсың. Кең болсаң, мен болмайсың деп те жалғастыруға болады. Ел іші мем кеніші деген де бар. Бізде жалпы феминизм туралы айтыла қалса, менен жақсы білесіз, бұл мәселенің төңірегінде феминизмді жаңа адамзатты құтқарушы ақ адал күш деген күштеп түсінуден бастап, бұл жаңағы азғын құрған өркениеттің бізге таңып отырған түсінігі одан дәл осы сәтте, дәл осы жерде арылу керекпіз дегенге дейін бір сондай палитра, түрлі пікір палитрасы бар. Шын мәнінде қоғам қалай қабылдау керек біздің қоғам? Осыны түсіндіріп бере аласыз ба? Бір екі ауыз сөзбен мысалға. Феминизм дегенде мен үйімдегі балама да, қарт әке-шешеме де мысалы қалай айтып берсем болады? Меніңше, феминизм ол ғылыми, әлеуметтік, философияның бір керең ағымы ғой. Ол тек қана тренд емес, ол уақытша келген бір англицизм емес, қолданыста болып кетіп қалатын. Біріншіден ол ғылым. Түсінуіміз керек, ол зерттеу бар, әлеуметтік танудың ғылымның бір саласы болып табылады. Екіншіден, мен феминизм деген сөзді ұнатпайтындарға, немесе сәл жатырқай қарайтындарға әлеуметтік әділеттілікті іздейтіндер. Себебі жалпы феминизмнің артында ол әділеттілік тұр. Неліктен біз әйелдердің теңдігін қалаймыз? Себебі тарих бізге әділетсіз қарап келді. Тарих біздің құқығымызды бұзып келді. Біз сәл ғана сол әділетсіздікті түзетуге келген адамдармыз, феминистер. Яғни біздің мақсатымыз еркек пен әйелдің теңдігі үшін күрес деген кезде әйелді еркектерден күшті ету емес, немесе Қазақстанның халық санын азайту емес, немесе child free әйелдердің пропагандасы емес. Ондай конспирологиялық теориялар өте көп, бірақ та мен феминизмді түсіндірген кезде қазақ әдебиетінен ақ басталып керемет мысал деп ойлаймын. Себебі сіз қазақ әдебиетінің қайсысын алмаңыз, әйел мәселесі бар. Ол тұңғыш жазылған қазақ романы, Қалыңмал болсын, Бақытсыз жамал болсын, Ұлпан болсын, барлығында қазақ әйел мәселесі бар. Бірақ та соған тек қана фемоптика бере алса, біздің әдебиет пәнінің мұғалімдері. Меніңше кез келген қазақ баласы мектеп бітірген кезде әдебиет оқыған адамның бәрі профеминист, феминист болып шығады. Егер дұрыс оқыса сол әдебиетті, тарихты дұрыс оқыса, сол ракурспен, сол призмамен түсіндірсе. Тарих деп жатырсыз, енді тарихқа қарасақ, қазақ даласында әйелдің құқығы қалай қорғалды? Осы қазіргі өзіңіз айтып отырған феминизм ілімінің түсінігіне, ережелеріне, насихатына сай келетін бір құбылыстар, бір нормалар, соның мысалдары біздің тарихымызда, біздің өткенімізде бар ма? Әлбетте бар. Ол үшін біз тарихымызды кезеңге бөліп қарастырсақ, 17-ші ғасыр, 18-ші ғасыр, кеңес дәуіріне дейінгі, кеңес дәуірінен кейінгі, тәуелсіздіктен кейінгі деп, онда бізде қазақи феминизм болған. Яғни бізге феминизм КСР-дан, Кремльден келген бір хат арқылы қазақ әйелдерін байқұс шығыс әйелін құтқарушы батыстық философия емес. Ол бізде болған, себебі тарих еңбектерінен ақ біз білеміз. Тіптен біздің қазақ әйелдерін шығыс әйелі деген анықтамаға сәйкес келмейміз. Бізде көшпенді әйел мен шығыс әйелінің өмір салты, құндылықтары, мамандықтары мүлдем екі түрлі болған. Мысалы, шалбар киюді шығыс әйелдер ең алғаш қолданысқа енгізді. Біз өкше киюді шығыс әйелдер.
енгізді. Яғни ол фэшнға, модаға келуінің себебі ол көшпенді әйелдерден басталды. Себебі көшпенді әйелдер еркектермен тең дәрежеде жорыққа шықты. Бірақ та олардың негізгі мақсаты барлығы Қабанбайдың қасында теңдей болып жүрген жоқ. Бірақ та олар кеңесші ретінде, ақылшы ретінде қатысқанымен, оларға біз дәл қазіргі 21 ғасырдың феминизмнің эмансипациясы анықтамасынан баға бере алмаймыз. Олай баға беру әділетсіз болатын еді, иә. Мен 48 жылы Парижде қабылданған адам құқығы декларациясын алып, ой, Керей Жәнібек немесе Тәуке хан неге әйел құқығын қарамаңдар деп айтса, мен онда қазақ еместігім. Мен сол кездің ракурсымен қараған кезде қазақи феминизм болды деп айта аламын, бірақ ол кезде ол феминизм айтылмады. Ол кезде ол әділеттілік деген бір-ақ сөзбен анықталды. Кез келген адамның құқығы болды. Мысалы, жеті жарғыда келетін болсақ, әйелдің құқығын қорғайтын бірнеше нормалар болды. Есім ханның ескі жолында да болды. Мысалы, құлды алып келген әйелдерді әйел қылдырып алуға байланысты, зорланған қыздың хақын төлеуге байланысты, әйелдің қауіпсіздігіне байланысты. Яғни әлбетте олардың ажырасу құқығы немесе қазіргі әйелдің кәсіби мансабын құру болған жоқ. Себебі ол жақтағы реалити мүлдем басқа. Біз осыны дұрыстауымыз керек. Себебі көбісі бізге былай айтады, қазақ халқы немесе орталық Азия елдерін келіп құтқарған сол КСРО деп айтады, иә. Себебі Сталин 1936 жылы бүкіл әлемге жар салған болатын. КСРО-да гендерлік теңдік орнаған әлемдегі тұңғыш мемлекет деп атады. Оған біздің тарихшылар күлетін еді. Себебі шығыс әйелдерін, көшпенді қазақ әйелдерін олар неден құтқарды? Я, Өзбекстанда, Пакистанда паранжадан құтқарса, біздің қазақ әйелдерін неден құтқарды? Бөкей Ордасында мектеп ашып берген 1889 жылы КСРО болған жоқ. Ыбырай Алтынсарин мектеп ашуына Клара Цеткин себепкер болған жоқ. Біздің өзіміздің Қазақстандық отанда жалпы әділеттілік тұрғысынан біздің қыздар білім алсын. Халықтың 50%-ын құрайтын халық білімсіз болса, ол дамымайды деген идея бұрыннан бастау алды және ол болды. Ол тіпті Күлтегіннің жазбаларынан бастап, әйелге тек қана әйел ұрпақ жалғастыру ретінде емес, дана әйел, кеңесші әйел, үнемі қабырғамдай кеңесетін әйел деген философия бізде болды. Қызық екен. Мынау әсіресе кеңес одағының таратқан сөзіне қатысты қарсы айтылған пікір маған қызық болып отыр. Өйткені бізде кеңес одағы тіпті сол қазіргі дамыған батыстың өзі әйел құқығын дұрыс қорғай алмай жүрген кезде кеңес одағы сол құқықты алып берді, әйелге еркекпен тең жағдай жасады деген мысалға сондай бір пікір кең таралған бар. Оның қатарында әрине қазақ әйелдерінің құқы да ерте пайда болғаны, дауыс бере алатыны, тағы басқадай бір мүмкіндіктерге, құқықтарға қол жеткізгені айтылады. Сонда бұл толығымен толықтай алып қарағанда бұл рас болмай отыр ғой, иә. Кеңес одағы жекелей қазақ әйелдерін алып қараған кезде сол құқықты әкеліп бере салды дегенмен келіспей отырсыз ғой? Келіспейміз. Себебі ол марксистік феминизм бойынша КСРО-ның мақсаты не болды? Мысалы, КСРО ең алғаш абортқа рұқсат берген мемлекет. Бірақ та мақсаты қандай болды? Ол әйелдің екінші феминизм толқыны бар, мое тело, менің тәнім, менің ережем деген принципке сәйкес болған жоқ. Бүкіл КСРО-ның көздегені экономикалық тұрғыдан ақшты басып озу болды. Ол үшін не істейміз? Әйелдерді заводқа шығарамыз. Не үшін абортқа рұқсат береміз? Себебі оның жұмысшы болған жақсы, үйде отырғаннан көрі. Яғни оларға тек қана экономикалық репродуктивті машина ретінде әйелді эксплуатациялады. Ол да әйелді отарлаудың бір жолы. Яғни біз оны қазіргі таңдан сыни қараймыз. Яғни марксистік феминизм қазақ әйелдерін құтқарған жоқ, себебі қазақ әйелдерінде бізде қарсылық өте көп болды. Олар айтты, жоқ, мына менің күйбең тіршілігімнен, мені қалаға бармай қой, мен үйде отырайын, 10 баланың анасы атану мен үшін мәртебе. Омбыға барып оқығанша деген қазақ әйелдерінде де ондай пікір болды, қарсылық та болды. Есіңізде болса, тіпті Ыбырай Алтынсарин мектеп сала бастаған кезде түнде барып өртеп кетіп отырған сол қыздардың әкелері болды. Себебі оларда көзқарас біздің қыздардың негізгі үйі ол асхана болды, ал өмір сүру үшін оларға қажет білімді дала философиясы, әжелер мектебі үйретті деген бізде білім болды. Әлем сондай болды. Яғни әйелдің білімі, ол қол үй шаруашылығы, тамақ, ол білім болып саналды. Яғни біз қазақ әйелдер сауатсыз деген сөзде, сауаттылық деген сөзде анықтама. Біз кімді сауатты дейміз? Мысалы, ежелгі Грецияда кімді сауатты деп атады? Жүгіре алатын, санай алатын, жүзе алатын адамдарды сауатты деп атады. Ал ол кездегі сауаттылық қалай есептелді? Егер сіз араб тілін танысаңыз, Құранды оқи алсаңыз, сіз сауатсыз болдыңыз КСРО үшін.
Енді сол кездегі сауаттылық деңгейінің өзіне сыни қарауымыз керек. Мысалы, қазақтардың сауаттылық деңгейі 20% болды, қазір 90%-ға өтті дейді. Сол кезде Құран таныған қазақтардың бәрі сауатсыз болса, сауаттылық деген сөзге сыни қарау керек. Оның сауаты болмағанның белгісі кедейлердің Ол танымағаны. сол кезде сауатсыздық болды. Ол да КСР-ның саясаты ғой, бізге отарлық саясаты. Біз оған да қарауымыз керек. Себебі қазақ әйелдерінің сауаттылығы ол кезде санаумен, кириллицаны білумен есептелген жоқ. Сол кездегі жеті әжесінен қалған киіз басу, тамақ дайындау, ас үй, бала тәрбиесінің философиясы, жазылмаған дала заңдары, ол да білім ғой. Ол да философия, ол терең зерттеуді қажет ететін ұлттық қазақтың жазылмаған психологиясы. Бірақ та оны КСР бізге келді де, жоқ, бұлардың білім емес. Білім ол біз беретін училищедағы кириллицада жазылған кітап деді. Ал КСР-ның берген бір жақсысы бар ма? Сіздер атай аласыздар ма? Қандай мысалы? Біз бейотар феминистер, енді мен өзім КСР-ны қатты сынаймын. КСР-ны романтизациялайтын адамдарды тіптен түсінбеймін. Себебі ол қазақ халқын қырған. Меніңше біздің КСР кезіндегі 70 жылдық тарих, 270 жылдық тарих қайта жазылады деген үміттемін. Ол күн алыс емес деп ойлаймын. Соның ішінде ашаршылық геноцид деп танылу керек. Соның біріне келетін болсақ, ол әлбетте тарихта ең көп айтылатын қазақ әйелдеріне қарсы қалың малды жою. Қалың малды жою ол өте үлкен проблема болды, бірақ та біз ескеруіміз керек. Қалың мал мәселесін көтерген, қалың мал романның алғаш жазған Спандияр Көбеев емес. Бақытсыз жамалды жазып, қазақ әйелдерін құтқарған Міржақып Дулатов емес. Оны қазақ әйелді көтеріп жүрген мәселе, сол әйелдердің аты жөндері біздің кітап оқулығында болмауында. Міне әділетсіздік. Неге біз сол әйелдердің аты жөнін білмейміз? Неге олардың биографиясы біздің кітапта жоқ? Сөйлесейікші сол туралы, кім олар? Ондай әйелдер бізде Назипа Құлжановадан бастап, Назипа Құлжанның көбісі Абайдың еңбектерін сақтап қалған, Абайдың алғашқы 10 жылдығын өткізген ғалым әйел ретінде біледі. Жоқ, Назипа Құлжанова Қазақтан шыққан тұңғыш журналист, Алма Оразбаевалар бүкіл қазақ әйелдерін сонау 1905 жылдан бастап айта бастады. Қазақ әйелдері көздеріңді ашыңдар. Біз еркекпен теңбіз, заводқа барайық, жұмысқа шығайық, қалада отырмаңдар, тек қана баланы қарап қалмаңдар. Баланы қараған келсе, тазалықты бірінші орынға қойыңдар. Тазалықты зерттейтін ғылым бар деген сияқты, олардың сауаттандыру жұмыстары, еңбектері өте көп. Архивтерде әлі де шаң басып жатыр, еңбектері бар. Бірақ та неліктен олар тарих оқулығына енбей қалды? Меніңше ол да саясат деп ойлаймын. Яғни оны көрсеткен кезде жалпы Қазақстан тарихында емес, бүкіл әлем тарихында әйелдер елеусіз көрінбей келе жатыр. Оны тіпті әлеуметтанушылар Матильда эффекті дейді. Матильда эффекті деген, сіз ғалым әйел ретінде бір еңбекті шығарасыз, бірақ та сізде әйел ретінде Америкада 1925 жылға дейін сізді патенттеуге құқыңыз болған жоқ. Сіз күйеуіңіздің ағаңыздың атынан оны патенттедіңіз. Тіпті Шекспирдің біраз еңбектері қарындасының еңбегі, Бетховендің еңбектері оның қарындасының еңбегі деген зерттеулері бар. Меніңше қазақ тарихына да ондай зерттеулер қажет, себебі біз неліктен Шоқанды Абайды айтқан кезде одан тыс қалатын әйелдерді мүлдем айтпаймыз, мүлдем ескермейміз. Сондықтан да ол тарихтағы Матильда эффекті Қазақстанда бар кезде алашордалықтардан бөлек, ең алғаш қазақ әйелдерінің съезі 1907 жылы Семейде өткен кезде қазақ әйелдер айтқан болады: біз зат емес, біз сатылатын. Біз қалың малға сатылмаймыз. Қалың малды қойыңдар, бұл өткеннің қалыңдағы, білім алыңдар, еркекпен тең болыңдар, сендер еркектен кеш емессіңдер, кем емессіңдер деген бізде әйелдер өте көп болды. Өте көп деген, сол кездегі әйел жан басына шаққан кезде мен көп деп айта аламын. Бірақ та олардың біреуін екеуін ғана тарихтан сіз екі сөйлем ретінде көресіз. Сол үшін олар қайта жазылу керек. Сіз жаңа алғашқы кездесу өтті деп Семейдегі қазақ әйелдері Назипа Құлжанова ұйымдастырған. Ол кісі өзі тақия киіп барған. Мен де сол үшін тақияны негізі Қазақстанға қазір өзімнің киіп жүруім символымды сол Назипа апамның бір жалғас ретінде көремін. Күшті. Бұл егер мысалға қай тұрғыдан алып қарастырсақ та, бұл кездесу қазіргі феминизм ілімінің бір түсінігіне, нелеріне, бір стандарттарына дейін ба, қалай айтсам, сол ұғымға сай келетін сондай бір үлкен оқиға ғой. Әлбетте. Өз заманы үшін өте сондай прогрессивті өте модерн болды ол кез үшін. Бұл кездесуден кейін бұның бір нәтижесі, болмаса бұдан кейін бір өзгерген дүниелер болды ма қазақ қоғамындағы әйел рөлі үшін? Нәтиже біріншіден әдебиеттен көрініс табады. Мысалы, жаңағы Спандияр Көбеевтің қалың мал жазуы, Міржақып Дулатов Бақытсыз жамалы сол кездегі әйелдердің тағдырын көруден еді.
Негізі мен оны да Матильда эффект деп білемін. Негеліктен Міржақыптың орнына Маржан Дулатовалар шықпады, иә. Себебі оларда әйелдердің біріншіден еркектерге қарағанда жазу, сызу сол жағынан оқуға түсу мүмкіндігі аздау болды. Ал әйелдерге келетін болсақ, жалғасын тапты. Ол кейін Қазақ, Айқап журналдарына шыққан кезде біздің қазақ әйелдер мақала жазып отырды. Тіпті бір колонна болды әйелдерге арналған. Бірақ та білесіз, қазақ газетінің тағдыры қалай аянышты аяқталғанын. Тіпті алашордалықтардың ең алғаш декларациясының 5-ші бабында жазылған, иә. Ер мен әйел теңдік деген принципті ол әйелдердің талап етуімен қосты. Әлихан болсын, Ахмет болсын, оларға айтты. Яғни қазақ әйелдері еркектерден бөлек көтеретін мәселесі бар. Олардың барлығы отбасы ошаққасы менің бақытым деп отыратын әйелдер емес. Олар да, себебі олар көрді. Олар татар әйелдерін көрді, Башқұртстанда оқып жүрген, Душанбеде оқып жүрген сауатты әйелдерді көрді, ғалым әйелдерді көрген кезде, менше қазақ әйелдерінде қандай да бір мүсәпір, оны құтқаруды қажет ететін әйел ешқашан болмаған. Себебі біздің қай тарих, қай мәдениетті қарамасаңыз, әйелдің өзінің дауысы болған. Себебі әйелдің қолынан келген мифология болсын, иә, ауыз әдебиеті болсын, қолдан жасалған шығармашылық болсын, қолөнер болсын, біз барлығында әйелдің мен деген менін көре аламыз. Іздеген адам оны көре алады. Яғни ол оны құтқаруды қажет ететін еркектің жұрнағы болған жоқ барлық жағдайда. Бізге ақ феминизм қалай көрсетеді? Байқұс әйелдер, сендер еркектердің жұрнағысыңдар, сендер еркектердің затысыңдар, сол үшін біз сендерді келіп құтқарайық. Біз айтамыз, жоқ, бізді құтқарудың қажеті жоқ, біздің өз тарихымыз, мәдениетіміз бар. Бізге айтуға ғана мұрша беріңдер, рұқсат беріңдер. Маған енді көбісінде дау туады, 7 қазынаның бірінде ол әйел келіседі. Немесе бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық деген кезде байлық ретінде әйелді көрген. Ол әйелдің қазіргі таңмен салыстырғанда объективизациясы емес. Мысалы, бір ғалым қарап, ол объективизацияды айту мүмкін, иә. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, ол заттандыру ғой. Әйелді сен зат ретінде көріп тұрсың. Денсаулық, ат, жылқы, тазы қатарында әйел тұр. Иә, толыққанды тең құқылы адам емес, сенімен қатар тұратын. Сені заттандырды. Мен оған келіспеймін. Мен бұрын осыны критикалық тұрғыдан зерттедім. Ол кездегі айтпағы әйел адамның, ер адамның байлығы. Себебі Несіпе Құлжанова 1905 жылғы еңбектерінде айтады, халықтың 50% сауатсыз болған кезде ер азаматтар түсінді дейді. Егер әйелі сауатсыз болса, олардың ұрпағы сауатты болмайды. Яғни бұған либералды феминизм айтады. Ол да қолданушылық, утилитарлы көзқарас қой. Сен әйелді неге оқытасың? Ұрпағың білімді болсын деп пе? Әлде ол да адам оқысын деп пе? Яғни осы тұрғыдан бізде өте көп ғалымдардың арасында да дау туындайды. Яғни әйелдің оқуға деген талпыныс болды ма? Әлде еркектердің 3-ші ұрпағым сауатсыз болып қалмасын, себебі генетика дәлелдеді, баланың IQ-ның 60% ол әйелге қатысты. Әйел жоғары білімі болған сайын, балалардың да ғылымы жоғары. Тіпті мынандай қызық зерттеу бар, Нобель сыйлығын алған ғалымдардың ішінде зерттеген аналарының білімі деңгейін. Сонда қазіргі күнге дейін бүкіл Нобель сыйлығын алып келгендердің аналарының 80%-ның жоғары білімі болған екен. Яғни аналармен тікелей баласының жетістігі есептеледі. Ондай корреляция өте көп. Ал біздің қазақ қауымындағы әйелдерін менше тек қана ұрпақ жалғасы ретінде қараған жоқ. Қазақ әйелдеріне бізде оған толыққанды адам, кемел адам, толық адам принципі көзқарас болды. Оны жоқ деп айтатындар менше тарих пен мәдениетті толық білмейтіндер деп ойлаймын. Егер әйелге қатысты сондай көзқарас болса, қазақ қоғамында, біздің тарихымызда, әйел адам қаншалық тәуелсіз болды? Яғни тұрмыс, кәдімгі қарапайым тұрмыс тұрғысынан алып қарайтын болсақ, қаншалық тәуелсіз болды, қаншалық өз айтары бар, өз үнін жеткізе алатын, керек кезде өзінің хақын қорғай алатын, сондай пәрмені қаншалық болды? Тәуелсіздік деген сөздің өзі, тәуелсіз ол эмансипацияланған деген ұғым ғой. Қазіргі тұрғыда тәуелсіз деген. Мысалы, Forbes қандай мақала шықты, қытайлық бір әйел балаларымен, күйеулерімен, баласымен, күйеуімен шаршаған кезде демалатын бір бөлмелі пәтер сатып алды. Сол бір өте үлкен жаңалық болды әлемде. Барлық айтты, қандай керемет бақытты Қытай әйелі демалу үшін баласымен, ұлымен шаршағанда бір бөлмелі үй сатып алды. Енді сұрақ, қазақ әйелінде осындай қаржылық тәуелсіздік бар ма? Баласымен күйеуінен шаршаған кезде бар бөлек бір бөлмелі пәтерге демалады. Әлбетте жоқ. Біздің қаржылық әйелдер ондай тәуелсіз емес. Біздің қазақ әйелдер қазіргі таңда 21 ғасырдың 24 жылы күйеулеріне, туыстарына, әкелеріне қаржылық тәуелді. Ал ол кездегі тәуелсізге келетін болсақ, әлбетте дала заңдары бойынша, жеті жарғы бойынша да бізде ажырасу болған жоқ. Ажырасу қарапайым қалың малды еселеп төлеу керек болды. Яғни ажырасу сізде мүмкін емес. Ондай опшн сізде болған жоқ. Бірақ та оны мен әйелім құқығын шектелу деп қарады ма олар? Әлде отбасын сақтап қалу менің міндетім деп қарады ма? Мәселе осында ғой.
Мысалы сіз әйелге барып, мен қазір 18 ғасырдағы апама барып айтсам, сенде ажырасу құқығы болмады, байқұс-ай апа десем, ол маған айтуы мүмкін. Жоқ, ол құқық маған қажеті жоқ еді. Мені сол кездегі тәрбиелеген реалити, мен ұрпағымды сақтауым керек. Біз соғыс көріп жатырмыз, менің міндетім жойылып кетейін деген қазақ халқының санын арттыру. Менің мақсатым сол деп, меніңше менің әжем маған солай жауап беретін еді. Ол соны таңдауы. Соны таңдауы. Яғни мен оны сыйлауым керек, және сол үшін мен алғыс айтуым керек. Мен үнемі айтам, тұздай құрып кете жаздаған қазақ халқын сақтап қалған қазақ әйелдер. Сол кездегі алтын құрсақты аналар болмаса, қазақ халқы қазіргідей 24 жылы 21 миллионға жетпес еді. Ешқашан. Сол үшін қазақ әйелдеріне алғыс айтуымыз керек. Бірақ та біз оны, егер либералды феминизм тұрғыса, мен сынауыма да болатын еді ғой. Ой, әже неге 12 бала туып, 46 жасында өліп кеттің, контрацепция болмады ма, не аптекада деп айтуыма болатын еді. Мен бірақ айтпаймын, ол кездегі әйелдердің негізгі мақсаты ол отанға қызмет ету болды. Және ол оның таңдауы болды. Таңдауы болмаса да, мен қазіргі тұрғыдан баға беру, меніңше ұлт тұрғысынан қарағанда әділетсіз деп ойлаймын. Ал ол әйелдің негізгі мақсаты ол ұрпақ табу деп ойламаймын. Яғни әйелдің негізгі мақсаты ұрпақ жалғастыру емес, бірақ та сол кездегі әжелердің өмірлік тәрбиесі сол болды ғой. Яғни олар көзін ашқаннан көргені жоңғар шапқыншылығы, соғыстық кезең білесіз, Қазақстан өте жаугер халық болғандықтан, ол кездегі әйелдерге қосылған бірақ таңдау, халық санын арттыру. Сол үшін оларға тіпті тоқал болудың өзі де қазіргідей кемсіту сөз болып саналған жоқ. Олар оны мәртебе көрді. Үшінші әйел, төртінші әйел болуда оларға қазіргідей кемсітетін, құқығын шектейтін дүние болған жоқ. Сол үшін тәуелсіздік деген кезде біз қаржылық тәуелсіздігін айта алмаймыз, ажырасу құқығы болған жоқ. Бірақ та қандай кезде ол еркегіне тұрып қарсы айта алды, сөйлей алды. Мысалы, соңғы шыққан спектакльдардың бірі Бөрте туралы Дулат Исабековтың қойылымын көрсеңіз, Бөртені қалай көрсетті, 15 ғасырдағы Бөрте. Одан бөлек қазақ әдебиетіндегі әйелдерді айтылған кезде біз бәріміз Айғанымды айтамыз, апаны Шоқанның әжесі деп, Зере апаны, Ұлжан апаны, өте аз әйелдер. Бізде санасаңыз, соңғы 17-18 ғасырдан бір ары кетсе 10 әйелді айтатын шығармыз, басқа әйелдерді білмейміз, домалақ ана, бірақ домалақ ананың өз эмансипациясы күйеуі арқылы. Осындай кезде бізде сұрақ туындайды, ол әйелдердің сол кездегі құндылығы не болды? Ол әйел қазір маған келсе айтатын, әйгерім, сен не білдіріп жүрсің, қазақты білдірме деп те мүмкін ал апа маған айтатын беді. Жаңа тұрмысты айтып жатырмыз. Егер керісінше қарастыратын болсақ, ер адам сол кезде біздің тарихымызда, біз енді негізінен білмеймін, кеңестік кезеңге дейінгі 17, 18, 19 ғасырлардың төңірегінде жүрміз ғой. Ер адам қазақ даласында әйел баласына деген қолдауын қалай білдіре алатын еді? Бір ең қарапайым мысалдардан бастап, күнделікті тұрмыстағы бір өзіне керек дүниелерді істеуден бастап, мысалға, соған деген көзқарасы қандай болды? Жоқ әлде қазір көп шағым айтылатын дүние ол ер азаматтардың жаңағы үйдегі тұрмыстың ісіне араласпауы, тұрмыстық мүгедектік деген бір не бар ғой, өзінің киіміне қарай алмау, болмаса өзінің тамағын өзі істеп іше алмау деген сияқты сондай бір пікірлер бар, және мен жеке өзім оны әділ айтылған деп ойлаймын, өйткені ер азаматтардың белгілі бір сегменті шынымен өкінішке қарай сондайға шалдыққан. Осы тұрғыдан алып қараған кездегі бағанағы біздің аталарымыз қандай болды? Сол туралы айтып бере аласыз ба? Аталарымыз енді 17-18 ғасырға келсек, олар қыздарына қалай қалды? Қазірде айтылатын қыз мұраты кету. Яғни қызды 13 жасқа дейін оң жағына жүгін жинау. Яғни ол кездегі қыздың басты мақсаты өзінің теңіне, жақсы қалың малға ұзату, тұрмыс құру, соның жүгін жинау, өзінің теңіне беру болды. 17-18 ғасырда біз әдебиеттен беретін. Себебі ол кезде әйелдер мектебі болған жоқ. Тіпті еркектерге де мектеп болған жоқ, жаугершілік заман, біз білеміз, ең алғаш мектептер ол медресенің жанынан ашылды, медреседе қыздарды қабылдаған жоқ. 1889 жылға дейін ол кезде қыздардың білім алуы ешқандай құндылық болып саналған жоқ. Әйелдің негізгі мақсаты ұрпақ жалғастыру болды. Ол кезде бүкіл әлемде солай болған шығар, 80-90% ол түсінікті де. Одан кейінгі былай бертінде келетін болсақ, 19 ғасырға таман қазақтың ауқатты отбасылары не істей бастады? Олар инвестицияны қыздарына сала бастады. Яғни мектептер аша бастады, гимназия аша бастады. Қол ұзындар қыздарын Омбыға, Ташкентке
Фрунзеге сол кезде оқуға жібере бастады. Яғни меніңше сол кездегі қазақ әйеліне салынған ең үлкен инвестиция ол шетелге оқуға жіберді. Шетел деген сол кезде арабша тану, төте тану, математиканы тану, осындай әйелдерге, бірақ та ондай әйелдер әлбетте аз болды. Неліктен? Себебі бізде ауқатты қазақтар аз болды ғой. Өйткені ол да ресейдің саясаты, қол ұзын. Мысалы, неліктен Бөкей ордасында ашылды әйелдерге арналған ең алғаш мектеп? Себебі ол кісінің қолынан келді, ол бай болды, ол өзінің қаражатын ақшты. Басқа аудандарда ондай бай түгіл дүние болған жоқ. Бізде халықтың 90% жатақтар болды. Яғни күнін әрең көріп жүрген. Сол кезде экономикалық тұрғыдан қарауымыз керек. 4 жыл мезгілінде жайлауға, көкжайлауға өсіп жүрген халық болғандықтан, жаугерліктен, қыстан, жаздан аман шығып, оларға қарапайым Маслоудың пирамидасы бойынша қыздарымызды оқытайық деген сұраныс болған жоқ, ондай қажеттілік болған жоқ. Себебі қыстан аман қалған кезде сізде жұт болды, жұттан кейін соғыс болды, соғыстан кейін есті енді жиған кезде жұқпалы аурулар пайда болды. Сол үшін сол заманмен келетін болсақ, меніңше қыздарға инвестиция сала бастау деген идея пайда болды. Кейін 20-шы ғасырда сәл өзгерді ол. Неліктен? Себебі КСР-ның саясаты бойынша жәнегі әлеуметтік еркектерге келетін болсақ, көп жағдайда менің ұстазым Ғалым аға Жүсіпбек мырза айтады, қазақ еркектерінің сол кездегі өмір сипаты пайғамбарға ұқсаған, яғни ол әйеліне үнемі көмектескен, үй шаруасын жасаған дейді. Енді тарихи жәдігерлерге сүйенетін болсақ, ондай бар. Еркектер әйелдермен бірге баласына қарау, құндақтау, тұрмыс тіршілікке айналысы, ол қазақ үйде көшпенді өмір салтында болды сол кезде. Бірақ тағы да бір мынандай әзіл бар ғой, түріктердің Сұлтан Сүлеймен деген сериал бар, мен көрмеген, бірақ өте феноменалды, 100-ден аса тілге аударылған сериал. Сол тілге айтылатын ең көп, сериалға айтылатын ең көп критика, Сұлтан Сүлеймен 360 күннің 320 күні жаугершілік заманда жүрді дейді. Бірақ та қалай ана үйінде болған 40 күнін сериал ретінде түсіре алған деген әзіл бар. Қазақ еркектеріне де солай ғой. Мысалы 18-19 ғасырда сіз жылдың 360 күні сіз неше күн үйде болдыңыз. Сол үшін де біз олардың қазіргі ракурспен олар тұрмыс тіршілікке қалай араласты деген кезде осы сұраққа көбірек көңіл аударуымыз керек. Олар қанша күн үйінде болды? Олар айлап, жылдап ел жер кезіп жүрді. Бір облыстан екінші облысқа жету үшін жаяу 20 күн 30 күн. Ал қазіргі таңда еркектердің әлеуметтік мүгедек болуын мен оның КСР-ның жаңағы әлеуметтік саясатымен, феминистік марксистік теориямен салыстырамын. Яғни әйел комсомолка, спортсменка, красавица деген сөз неде айтылады, кавказский пленница. Неге айтылды? Ол да идеология болды. Сен әйелсің, сен анасың, сен спортсменкасың, комсомолка, сен бәріне үйренуің керек. Сен мультитаскер болуың керексің. Сол кезде ғана сен керемет әйелсің. Осындай идеология ол басталды медиада 46 жылдан бастап, сонау 85-ке дейін жалғасты. Біздің аталарымыз, мына ұрпақты көшпенділік өмір салтынан кейін заводқа шығып кеткен аталарымыз осы салт дәстүрді жоғалтып алды. Себебі әйелдерде де сондай эмансипация. Мен әйелмін, мен комсомолкамын, мен бәріне үлгеруім керек. Мен жақсы анамын, жақсы келінмін, бәрін мен өзім жасаймын. Сол кезде ғана қоғам мені әйел ретінде мойындайды. Сол үшін біздің еркектер осыны жоғалтып алды деп ойлаймын. Ол саясаттың салдары, ол бір саналы түрде, бейсаналы түрде, эволюциялық түрде келген қалау деп ойламаймын. Ол мемлекеттік идеологияның құрбаны болды. Яғни комсомолка деген идеалист болуың керек, сен бәріне үлгеруің керексің деген мемлекеттің саясаты. Әйелге бір мүлік ретінде қарап, жаңағы объективизация жасаудың аясында бір полюстан екінші полюске өтіп кеткен сияқты. Яғни бірінші сен ешқандай білім бермейсің, бір зат сияқты қарайсың. Екінші полюста ол жерде де сен зат сияқты қарайсың, бірақ ол зат жаңағы бәріне үлгеретін, бәрін робот болу керек, ешқандай шаршаған күйеуінің тілін табатын, жұмысында бәрін қатырып істейтін, бала да туып, үйдің де тұрмыс тіршілігін жасап отыратын, сондай бір мүлікке айналып кеткен. 36-ға дейін болды. Кейін соғыс басталып кетті, картина мүлдем мемлекеттік саясат толығымен өзгерді. Неге? Себебі соғыстан фронттан келген мүгедектігі бар адамдар, халық саны өсіп кеткен, не істеу керек? Әйелдердің бәрін үйге қайтарып, бала ту деп тікелей түрде айту керек. Әдебиет не істейді сол кезде? Өзгере бастайды. Яғни әйелдерге айта бастайды, сенің негізгі орның ол асхана. Trade wives деген тренд сол кезде басталған, traditional wives деген. Яғни бүкіл жарнамада, ақштан бастап, КСР-да болсын, идеалды әйел асханада баласымен тұрған бақытты әйел. Сен 10 жыл бұрын ғана заводта тылда жүрген комсомолка әйелің анаға айналып кеттің. Сен мемлекеттік саясат сол болды. Сен халық санын көтеру керек. Сен минусқа кіріп кеттің, келген ер азаматтардың мүгедектігі бар, халық санын көтеру керек. Әйелдерге, эмансипацияланған әйелдерге сен қайт деп айта алмайсың, тікелей түрде барып бала туа ғой деп айта алмайды. Бірақ та соны мәдени, экономикалық тұрғыдан пропаганданы жақсы көрсетті. Тіптен кавказский пленницаның өзі де өте идеологиялық терең мәні бар. Тіпті біздің Тақиялы періштенің де идеологиясы сол ғой. Яғни енелер
келіндердің ісіне араласпасын деген месседж болды Тақия періштеде. Мен өзім соны көрем ол фильмнен. Яғни мына ұрпақтар арасындағы жалғастықты бұзу. Сенесің, сен ауылдан келдің, сен ескінің қалдығысың, сен қалада қала бер. Ал Тақия періштелер әйелмен қалада Алматыда тұра берсін. Міне бізде осындай ұрпақтардың арасында өте үлкен гәп, алшақтық пайда болды. Ал бұндай мемлекеттің бұлай араласуы, осындай бір пропаганда арқылы белгілі бір нарративтерді, белгілі бір түсініктерді халықтың санасына сіңіруі, бұның қандай зияны бар? Пропаганданың ба жалпы? Мысалы, осы әйелдің құқығына қатысты. Яғни бұрын әйелге былай қараушы едік, ал енді бәріміз жаппай былай қарайық дейміз. Бізде онда жалпы патриархат, күш және билік деген тақырыпқа байланысты өте еңбектер көп, ғалымдардың шығарған. Сол ғалымдардың бірі айтады, әлеуметтанушылар, патриархаттың пайда болуы негізі, патриархат ол қолында күш бар, билігі бар. Біздің тарихта матриархат болмаған, ешқашан патриархаттың билігі көп жағдайда басында еркектер біз үшін ойын ережесін жазып береді. Біз тек сол ережемен жүруші ойыншыларымыз. Сол үшін біз оған бағынуымызға көп жағдайда тура келеді. Неліктен? Қазақстанның өзінде де біз үнемі патриархатты сынаған кезде, ол тек қана еркектер емес, ол ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан заң, сол кезде қабылданған нормалар, сол кезде қабылданған идеологиялар, қазір норма болып қабылданатын дүниелер, сол кезде патриархалды қоғамның саясаты болды. Кремльде өте көп саясаттанушылармен бас қатырып жасалған еңбектің нәтижесі жылдар бойы салдарын біз әлі көріп келе жатырмыз. Ғылым деген осы ғой, политтехнологияда үйретілетін, жалпы әйелді қалай құтқарамыз, әйелді қалай заводқа шығарамыз. Неліктен бізде 1976 жылы әйелдерге тыйым салынған мамандықтар тізімі шықты. Неліктен? 76 жылы 219 мамандық әйелдерге тыйым салынды. Машинист бар, геодезист бар, мұнайшы бар. Неліктен? Себебі ол әйелдің репродуктивті денсаулығына зиян. Сен шахтер болып жұмыс жасасаң, сен бала туа алмай қалуы мүмкін. Мемлекетке шахтер әйел қажет емес, мемлекетке бала туатын денсаулық әйел керек деген. Сол шахтерді туады. Сол шахтерді туады. Сол тізім 2022 жылы ғана күшін жойды Қазақстанда. Ол тізім Ресейде, Өзбекстанда әлі бар. Әйелдерге жасауға болмайды алмадық. Мен құқым жоқ. Мысалы, ұңғылаушы болуға, мен Мұғалжардағы бір заводта ұңғылаушы болғым келсе, осыдан 70 жыл бұрын дүниеге келген айтады, жоқ, сен бірінші мамандығын ана болу ғой, ана бол дейді. Яғни ол бүкіл мемлекеттің заңдарында солай жазылған. Біз үңіліп қарасақ, әйелдерге қарсы заңдар өте көп. Тіпті мына қаланың салынуын өзі, тіпті мына біз отырған аудиторияның орташа температурасы, мына ғимараттың архитектурасы 35-50 жастағы ақ еркектің метаболизміне арналған архитектордың шығарған ережесі. Еміз патриархатты барлық жерден көреміз. Себебі сіздің метаболизм, менің метаболизм екі түрлі, әйелдердің метаболизмі 30% баяу болғандықтан біз тоңғақ келеміз. Бірақ кондиционердің өзі еркектерге қарай жасалған. Патриархат деген сол ғой. Яғни біз қашан әйелдің қалауын ойлаймыз, сол кезде бізде феминизм толық орнайды. Барлық сала әйелдің қалауын ойлаған кезде. Яғни тек қана бала сүйреткен әйелдің емес, барлық әйел жынысының. Мына пікіріңіз мені кәдімгідей ойландырып тастады, өйткені табиғат солай үйлестіріп еркек болып туған соң, сен өзіңнің бір қалыптасқан қоғамдағы артықшылықтарың жайлы ойлана бермейсің ғой. Сен жүре бересің, ол жаңағы мысалға check your privilege деген сол ғой жағдайда. Жүре бересің, бірақ өстіп алдыңа тартқан кезде расымен солай дейсің. Бұл жаңағы тарихқа оралатын болсақ, бізде дін тұрғысынан алған кезде әйелдің құқығы қалай өзгерді? Мысалға, ислам келгенге дейін қандай еді әйелдің құқығы? Екінші сұрақ, келгеннен кейін ол қандай ықпалын көрсетті? Қалай өзгерді әйел құқығына қатысты жағдай? Жалпы ислам феминизм деген бөлек сала бар. Біздің феминизм саласында, мен ол саланы зерттеуші емеспін, бірден айтайын, бірақ та Қазақстанға ислам феминистері қажет деп ойлаймын. Себебі жалпы Қазақстанда ислам деген сөзді айтылған кезде ең жиі айтылатын пікірлердің бірі дәстүрлі ислам, біздің ислам, арабтың исламы деген бір исламды көп бөлу бар. Менде сұрақ туындайды, ал дәстүрлі ислам деген не?
дәстүрлі исламға кім анықтама берді? Дәстүрлі исламды мен қай кітаптан іздей аламын, қай ғылыми жобадан? Исламға келетін болсақ, жалпы қазақстандық әйелдердің исламдағы орнын зерттеген еңбек өте аз. Шетелдік бір-екі ғалымдікі бар, кәріс ғалымдікі, канадалық ғалымдікі, бірақ ол да жеткіліксіз деп есептеймін, себебі ол тек қана жазбаша материалдық жұмыстармен жасалған. Қарахан дәуіріне дейінгі, ислам қабылданға дейінгі қазақ әйелдері туралы деректер өте аз, себебі біз ол кезде біріншіден қазақ деп аталмадық, иә. Қыпшақ дәуіріндегі әйелдерге келетін болсақ, ол кездегі жазбаларда әйелдер бірге еркектермен жорыққа шыққан. Және әйелдің негізгі мақсаты ол кезде тек қана тамақ жасау болмаған. Неліктен? Себебі бізде тек қана тамақтың, жейтін тамағымыз бізде тек қана аңның еті болмаған. Ол бізде жидек теру болған. Бұл соңғы деректердің бірі. Яғни бізде қазақтар айтады ғой, ет жейтін халықпыз деп. Жоқ. Бізде соңғы деректерге сүйенсеңіз, бізде халықтың 20% ғана 12 ай бойы ет жеген. Қалған халықтың 80% жеміс жидек терумен айналысқан, яғни терімшілікпен айналысқан. Ал терімшілікте біз еркектер мен әйелдер тең қызмет болған. Ал ислам келгеннен кейін өзгертетін болсақ, қазақстандық исламның әлбетте өзіндік ерекшеліктер бар. Себебі бізде оңға дейінгі болған тенгрианство болсын, иә, мысалы бізде қазір жеті шелпек неге бар, қырқынан шығару, бетті сипау деген сияқты кейбір имамдар маған айтатын пікір ұнамайды. Яғни ол Қазақстанда ислам келгенге дейінгі болған біз өзіміздің тәңіршілдік, дәстүршілдік принциптеріміз, ол менің identity'імнің, менің қазақилығымның бір бөлшегі болып келді. Жұма сайын жеті шелпек пісіру, ол менің анамның бала кезден қалыптасқан әдеті. Ол қазір болған келіп, мынау харам, исламға қарсы десе, менің анам онда ислам, демек менің ислам емес деп айтуы мүмкін. Осы тұрғыдан келетін болса, қазақстандық ислам әйелдерінде араб мектептеріне келетін болса, қазақ қыздар медреседе оқымады. Мәселе осыны бастайық. Медреседе тек ұлдар болды. Біздің қыздар оқыған мектептер ең алғаш ол секулярлы дейміз, өте зайырлы мектеп болды. Яғни математика оқылды, тек қана Құран оқылған жоқ, физика, биология. Биология деген сөз, олар адам жаратылысы, ол Дарвиннің теориясымен оқылды деген сөз. Яғни сенің анаң шимпанзе, әкең маймыл деп оқылған жоқ. Дарвин теориясымен оқылғаннан кейін олардың пікірлерінде сол кезде қайшылықтар болды. Ал қазақ исламындағы әйелдер, бізден бірден айтам, біздің әйелдеріміз паранжа кимеді. Бірақ біздің көршілеріміз Тәжікстан, Өзбекстан паранжа киді. Біздің қазақ әйелдері паранжа кимеді, бірақ та біздің қазақ әйелдері орамал тақты. Және тақия киді. Бірақ та ол орамал тақияның тікелей дінмен корреляциясын көрсететін қазір дәлелдер аз. Менің тақиям ол исламға қатысы жоқ. Ал біздің әйелдер таққан орамал, мысалы кимешекті де қазір кейбіреу менше хиджабпен шатыстырады, иә? Хиджабты сіз балиғат жасына жеткеннен кейін Құранда Нұр сүресінде айтылған парыз ретінде киеді қыздар ислам бойынша. Ал қазақстандық кимешекті қашан киген? Әйел ана атанғаннан кейін, 1 жылдан кейін баласы бірге толғанда енесі кимешекті сыйлаған. Яғни оның киілу мақсаты сәл басқа болған. Оңға дейін қазақ әйелдер орамал тартып жүрген кезде мойындары киімдер ашық болған. Оны біздің этнографиялық еңбектерден көре аламыз. Яғни біздің Қазақстанда ислам ол тек қана әйелдерді тұмшалау болған жоқ. Бірақ та исламдағы әйелдің эмансипациясы бар ғой. Мысалы, исламдағы әйел бойынша оның өзінің құқығы бар. Экономикалық құқығы бар, ол бала қараған үшін күйеуінен ақы талап ете алады. Оның мұрагерлік тізімінде әйел қалай болуы керек? Еркек не үшін әйеліне жауапты болады. Тура осы принциптер қазақ әдебиетте тек қана біз білетін құрамдағы Сауд Арабиядағы араб тұрғысында болған жоқ. Ол Қазақстанға адаптацияланған, бейімделген тенгрианствоның, шаманизмнің, дәстүршілдіктің, тіпті кейде христианның элементтерімен бірге болды. Яғни бұл бәрінің үйлескен бір микс түрі болды Қазақстан. Біз оны тарихи деректерден көреміз, қазақ әйелдерінің киімдерінен, сөйлегендерінен. Бірақ та дәл қазіргі таңда ислам феминизмде айтылатын ең басты дүние әйелді еркектің қабырғасынан жаратылды деу, қаншалықты әйел теңдігі деген сөзге қайшы шығады. Сен қабырға болсаң, сен одан кемсің, сен оның бір денесінің бөлшегісің. Лего болса, легоның бір тармағы сен әйелсің деген көзқарас исламда негізі дұрыс емес интерпретацияланды дейтін әйел ғалымдар бар. Негізі қабырға деген сөзді арабшадан аударғанда дұрыс интерпретацияланған, ол қабырға емес. Ол еркек жалғыз болған үшін адам ата, Құдай жалғызсырамасын деп, өзімен тең деп жаратқан деген интерпретация бар. Бірақ та неге ол интерпретацияны біздің имамдар айтпайды деген сұрақ туындайды. Біздің әлде имамдар әйел қабырғадан жаратылған, ол қисық, оны түзетуге тырыспа, ол түзетсең сынып кетеді деген пайымдар айтылады. Бірақ осы жерден ескеруіміз керек, ол Қазақстанның 2009 жылы еркектер мен әйелдердің тең мүмкіндіктері мен құқықтары туралы мемлекеттік кепілдік туралы заңға қайшы. Заңда айтылған, қоғамның барлық саласында ер мен әйелдің теңдігін мемлекет қамтамасыз ету керек, ескішілдікпен, немесе бір жыныс екінші жыныстан жоғары деген көзқараспен мемлекет күресу керек деген нақты норма бар. Жаңағы алаш қозғалысы туралы айтсақ, сіз айттыңыз ғой, алашылдар деп хэштег қойып жатады. Сөйтіп, осы тұрғыдан алып қарасақ, ол жерде болды ма қазақ
әйелдің хақын қорғаған, ойлаған тұлғалар, солар туралы кімдер олар, біз қайдан қалай біле аламыз осы жайлы? Ашаршылдықтар жайлы жазылып жатқан еңбектер салыстырмалы түрде әлі де аз деп ойлаймын. Бірақ та мен ол еңбектерден ең бірінші сынайтыным кім жазса да әйелдерді ұмытып кететіні. Мысалы, соңғы шыққан Руслан Мырзаның еңбегі бар, алашордықтар туралы, екі ақ әйелдің есімі айтылады. Немесе Абзал Құспан кітап шығарды, Алаш заңгерлері деген 98 заңгердің ішінен екі ақ әйел. Шын әлбетте олай болған жоқ қой. Маған ұнамайтыны алашордалықтардың айтқан кезде алашұлдар деген хэштег, ол алаштықтар көп адам солай қабылдауы мүмкін. Ол өте қауіпті тенденция. Алаш ол тек қана бір бруталды, шетелде оқыған, костюм киген, Әлихан Бөкейхан сияқты сақал мұрты бар еркектер. Жоқ, алашордалықтар деген ол кеңірек ұғым. Оның артында деген сөзде маған ұнамайды. Оның артында әйелдер тұрды ма? Неге олар артында тұрады? Олар теңде тұрған әйелдер болды. Сол кездегі Қазақ журналын, Айқап журналын, Жұлдыз, Қазақстан әйелдерінің журналы біздің кітапханада, музейде бар. Алып қарасаңыз, қазақ әйелдерінің еңбектері өте көп. Колонналары болған қазақ әйелдерінің. Аққағаз Досжанованың болсын, Назипа Құлжанованың болсын, иә. Біз көбінесе Асфендияровты айтамыз да, оның қарындасын айтпаймыз, ең алғашқы ғалымдардың бірі. Яғни ғалым әйелдер бізде болды. Бірақ олар неге айтылмады деген мәселе, меніңше сол алаштанушыларды зерттеушілерде. Себебі алаштанушыларды зерттеушілер 60-70 жылы шыққан, көбісі еркек азаматтар болғандықтан, оларда мына male gaze дейміз ғой, еркектік көзқарас болып, әйелдер жай ғана елемеуі мүмкін, сол үшін олар елеусіз қалып кетті. Бірақ та ол тарихи әділетсіздік меніңше түзетілуге жақын. Қазір алаштықтарды зерттеп жүрген ғалым қыздар бар. Яғни, мысалы, Ахмет Байтұрсыновтың қасында сонымен теңдесетін, еңбегін бірге талдай алатын, қазақ әліпбиін жазған кезде кеңесші әйел ғалымдар болды. Бірақ та неге біз оларды білмейміз? Олардың еңбектері архивтерде жатыр, олар қайта қаралу керек. Сол үшін де қазақ алаш ұлдары деген кезде, ұлдар емес, ол алаш зиялылары және олар әйелдер олармен тең тұрды. Қандай әйелдер дейтін болсақ, ол кезде олар біріншіден өте ауқатты отбасыдан шыққан, Омбыда, Ферғанада, Орынборда білім алған қазақ әйелдері болды. Өте сауатты. Бірақ та басқа мәселе, неліктен алаштықтар қазақ әйелдеріне үйленбеді деген, ол негізі қазақстандық бейбітар феминизмде сұрақтарының бірі. Мен оны былай тарихи вайсайдерсақ қоямын, иә. Кеше ғана Парижде Олимпиадада өнер көрсетіп жатқан спортшы қыздар бар, өте аз ғана. Сол үшін Жанна деген бізде желаяқ қыз бар. Сол Жаннаны француз жігітке үйленіп кеткен үшін желенап жерге салып сынап жатқан еркектер өте көп. Сонда менде сұрақ туындайды. Неліктен қазақ әйелдеріне өзге ұлтқа үйленуге болмайды? Ол қазақ еркектерін әлі де әйелді өзінің меншігі көруінде. Ол ұлттың меншігі, ол өзге ұлтқа оған кетуге болмайды. Енді менде сұрақ, неліктен 100 жыл бұрынғы біз өзіміздің шаң жуытпайтын алашордалықтар өзге ұлтқа үйленген кезде оларға біреу сен қазақ халқының қанын бұздың деп айтты ма? Айталған жоқ. Міне сексизм осы жерден басталады. Неге? Мен осы сұрақты мектеп кезінде негізі өзіме қоя бастадым. Себебі әдебиеттегі ескерткіштерді оқи бастаған кезде мен анама осы сұрақты қойдым. 7-ші сыныпта. Неге Мұхтар Әуезовтің әйелі қазақ емес? Неге Мұхтар Әуезов бірінші қазақ әйелін тастап, қазақ емес әйелге үйленді? Неліктен Сәкеннің баласы өліп қалды деген сияқты көп сұрақ қойған кезде менің анамның жауабы былай болатын. Себебі ол кезде оқыған, еркектермен тең дәрежеде жүрген ол татардың, орыстың өзге ұлт әйелдері болды. Сол үшін олар тең-теңімен деген позиция бойынша өзге ұлттарға үйленді деген. Бірақ та ол мен қазіргі бейбітар феминистке мен оған өте сыни қараймын. Себебі сол кезде қазақ әйелдерін олардың алмау, олардың таңдауын болмағаннан емес, дәл қазіргідей критика ғой. Егер сол кезде алашордалықтарына критика айтпаған қазақтар, қазір өзге ұлтқа үйленген қазақ қыздарына тіл тигізуге хақылары жоқ деп ойлаймын. Жай ғана тарихты еске салу керек. Иә, жалпы ол қосарланған стандарттар бізде кеңінен таралған, өйткені өзіңіз айтып отырғандай қыз баласына жоқ дегенде ұлттың мүлкі ретінде қарау, ең жақсысы тырнақшаның ішінде ол менің мүлкім деп қарау. Біздікі, ешкімге бермейміз. Иә, сондай бар ғой. Бұл тарихи тұрғыдан бір алғышарты бар құбылыс па осындай пікірдің қалыптасуы? Яғни бұрыннан бар, белгілі бір процестердің салдарынан солай пайда болған дүние ме? Жоқ әлде бұл осы
қазіргі феминистердің бір жағынан феминистердің белсенділігі қоздырған, екінші жағынан әйелдер құқығының табиғи түрде артып нығайып бекуіне қарсы жасалып отырған бір оппозициялық процесс секілді сондай қалыптасқан дүние ме? Жалпы бұрыннан бар ма? Осы жаңа әйелге меншіктеп мүлік ретінде бір қарау. Меншіктендіру әр мемлекеттің эволюциясында әрқалай дамыды негізі. Мысалы, осы Парижінде тағы да Олимпиаданың ашылуында Францияға еңбек сіңген 10 феминист әйелді бөлек көрсетті. Ашылуында 10 алтыннан жасалған мүсін былай көтеріліп шықты. 10 әйел, феминист әйел, солардың біреуі Мария де Гуш, ол 1789 жылы француз революциясы болады ғой. Содан 2 жылдан кейін 1791 жылы өзі бөлек декларация жазады. Сол кезде былай айтады: француз революциясынан кейінгі қабылданған адам құқығы туралы деген декларацияда адам деп by default бойынша еркек айтылған, әйел емес дейді. Әйел туралы сөз ол жерде жоқ. Неге? Себебі әйел ол еркектің меншігі саналды. Ал француз революциясының бұзалмаған тенденциясы Францияда болды. Кейін Мария де Гуш айтты: жоқ, біз меншік емеспіз, біз бөлек адамбыз, менің де құқығым бар. Азамат және әйелдің құқығы деген бөлек құжатты алып шығады. Кейін ол құжат өртенеді, кейін ол адам әйелін өзін өртеп жібереді француздар. Қазақстанға келетін болсақ, 1789 жылғы Қазақстанда әйелді меншіктендіру қандай мағынада болды? Әйелдің қалың малға сатылуын меншіктендіру деп қалай аламыз ба деген сұраққа ғалымдар екі түрлі айтады. Я, меншік, себебі әкесі ол үшін 700 жыл қалды дейді. Кейбір ғалымдар айтады: жоқ, бұл меншіктендіру емес, ол керісінше көрегендік, әйелінің, қызының жарқын болашағын ойлаған әкенің қамқорлығы. Себебі ол 700 жылқыға алынған әйел, оның экономикалық жағдайы жақсы, ол тұрақты, ол ешқашан ажырасып келмейді, ол алыс жаққа кетті, ол ешқашан жесір болып еліне оралмайды. Қазақтарда жетім мен жесір болмаған деген мақал осыдан туындайды. Неге болмады? Олардың жесірлердің қайтып келген мүмкіндік болмады. Бізде левират, серират деген мамандықтар болды, яғни әмеңгерлікке салты болды, және жетімдерді бізде бауырына басы болу дәстүр болды. Яғни біз қазіргі тенденциямен сөйтіп айта аламыз: жетімдер мен жесір үйлердің болмауының себебі оларда ондай құқық болған жоқ. Жесірге мен жалғыз өзім қалып өмір сүремін деген құқық болған жоқ Қазақстанда. Ол құқық бізде кейін КСР-мен бірге келді. Себебі қазақ қоғамында жесір болу ол бізге ұят, масқара саналды. Меніңше ол біздің тайпалық, дәстүрлік, көшпенді халықтың ерекшелігі деп ойлаймын. Жетім мен жесірді қалдырмау, оны тайпасы ретінде қосып алу. Және ажырасудың аз болу себептерінің бірі ол балаға қарады. Әйел адам өзінің төркініне кетіп қалса, ол баланы алып кетеді. Яғни біздің ұрпақтың жалғасы өзге руға кетіп қалады. Сол үшін біз ол әйелді жібермеуіміз керек. Төркініне. Бұл да меншіктендіру ме деген сұраққа екі түрлі. Меніңше ол меншіктендіру емес, ол жаңағындай инвестиция, өзінің ұрпағының болашағын ойлай білу. Мен өзімнің бауырым соғыстан қайтпай қалса, оның әйелін 4-ші әйел ретінде алады, және баласын өзінің тайпамда оқытып шығарам. Яғни әйелге меншік ретінде қарау, қазіргі феминизм деп жауап береді. Бірақ мен қазақи тарихи тұрғыдан оны меншіктендіру емес, оны ұзақ мерзімді стратегиялық инвестиция деп айтатын едім. Қазақстандық контексте. Қазіргі қазақ қоғамындағы феминизм туралы айтатын болсақ, қандай ағындар, қандай бір топтар, қозғалыстар, қандай түрлері бар? Қазақстандық феминизм дәл қазір өте мүшкіл жағдайда деп айтуға болады. Жалпы әлемдік деңгейде феминизмнің 4 толқыны бар. Әлемдік деңгейде, бірақ Қазақстанның өзінің толқыны бар. Мен теңдеуім бойынша, және біздің ғалымдардың айтуы бойынша, бірінші толқын ол 2000 жылдары басталған, екінші толқынына 2016-да басталды. Баян Мақсатқызынан кейінгі кейс бір дүмпу болды. Және әлбетте Бішімбаевтың сот процесі ол Қазақстандық феминизмнің жаңа толқыны деп ойлаймын. Біз қазір Қазақстандық феминизмнің 3-ші толқынын бастан өткерудеміз. Қазақстандық феминизмнің қазіргі ең үлкен мәселесі бізде феминизм мен ЛГБТ-ны шатыстырады көбісі. Бізге тағылатын айып, сендердің мақсаттарың әйел теңдігі емес, әйел қауіпсіздігі емес, ол біржыныстылы некелерді заңдастыру, Қазақстанның құрту, қазақ әйелдерін құртпа, қазақ әйелдерін миын улама деген комментарийді мен күніне 10 шақты комментарий сондай аламын. Мен жекеме жазады: қазақ әйелдерін құртпа, құртушы болма. Мен айтам, қазақ әйелдерін мен құртып жатқан жоқпын. Мен де қазақ әйелімін, себебі мен сырттан келіп құтқарушы да емес. Мен көптің бірімін, және мен әлемдік стандарттарға адам құқығына сай жұмыс жасайын десем, конфликт осы жерден басталады. Себебі феминизм деген сөзге әу бастан қазақ қоғамында жатырқай қарау бар. Меніңше.
әу бастан ол 2010-да 2016-да қабылданған кезде бір жақсы тенденция деп қабылданбады. Егер феминизм деген сөздің орнына біз қазақ әйеліне қатысты бір сөз болса, немесе көп аналар жарылқасын, көп аналар көбейсін деген ұран болса, көз басқаша қабылданатын едік. Біздің бірақ 21 жыл өткен феммарштан кейін бізде негатив өте көп болды. Себебі сол кездегі депутаттар Бекболат Тілеухан бізге қарсы сөйлеген болатын, жындар, шайтандар деп тікелей эфирде айтқаннан кейін, әлбетте көпшілік қоғамның резонанстан кейін бізге негативті көзқарас бар. Біз сол буллингпен, сол хейтпен әлі де күресіп келе жатырмыз. Бірақ қазақстандық феминизм қазақ тілді емес дегенде критиканы мен көп естідім. Яғни қазақстандық феминистің бейнесі кім деген кезде портрет сізде бір елестеуі мүмкін. Ол кім болуы мүмкін? Батыста оқып келген, отбасы құрмаған, 30 бен 40 арасындағы, шетелдік жоғары білімі бар, шетелдік гранттармен жұмыс жасайтын, отбасы құрмаған әйел деген портрет көбісінде қалып қалғаннан кейін, ол батыстық стереотип болғаннан кейін, оны қабылдау қиын. Біз бірақ та жоқ, 5 баланың анасы да жас ректорда феминист бола алады. Олардың жасап жатқан ол феминизм деп айтсақ, оны басқаша қабылдайды. Біз бірақ та барлық 20 миллион халыққа айтып түсіндіріп отыра алатындай мүмкіндігіміз жоқ. Себебі әр адам оны өзі оқу керек деп ойлаймын. Өзі іздену керек. Жалпы әйелдер нені қалайды? 29-на дейін бізде нормативтік құқықтық актілер актісінде үкіметтің 24-29 жылдарға арналған гендерлік теңдікті дамыту бойынша бағдарламасы жарияланды. Сол жерде комментарийлерде еркектердің жазғаны әйелдерге көп құқық беріп қойдыңдар. Жетер енді. Әйелдер бізді басқаратын болды ғой. Мынау не сұмдық деген бір еркектердің жан айқайын көрдім да, мен күлкім келді. Бірақ та тағы да бір күлейіндеп бір зерттеулер оқып едім. Британияда жасалған соңғы зерттеу екен. Зумерлар феминизм тым алысқа кетті. Феминизм өз мақсатын орындамады. Феминизм тым радикалды болып, еркектердің өмірін қиындап жатыр деген пікірді қолдайтындар көбейіпті. Британияның өзінде. Маған өте қызық тенденция болды. Яғни бұл да зерттеуді қажет етеді қазақстандық контексте. Яғни шынымен феминизм миссиясы орындалса, неге теңдік әлі де жоқ? Неге біз күніне 5-6 сексистік жарнамамен күресеміз? Мен күніне 10 шақты арыз жазам өтінішке. Себебі мен әйел құқығы бұзылған заңды көрем, бірден жариялаймын, жазамын. Егер бізде теңдік болса, феминистер қажет емес. Себебі феминистердің қалауы теңдік. Бірақ та бізге дүниежүзілік әлемдік форум не деп айтады? Қазақстан сендерге гендерлік теңдік болу үшін 230 жыл керек дейді. Біз оған күлеміз. Кім есептеді оны? Вашингтонда отырған ақ еркектер ме? Біз онымен келіспейміз. 230 жыл ма, 100 жыл ма, 23 жыл ма, оны шешетін тек қана Қазақстан әйелдері. Әлбетте макроэкономикалық тұрғыдан зерттеуге болады. Мысалы, Қазақстан қоғамы қанша жылдан кейін демократия келеді деп біз сұрасақ, олар есептеп бере ме бізге? Мысалы, Қазақстан сендер 52 жылдан кейін нағыз демократия боласыңдар. Қазір сендерде авторитаризм деп айта ала ма бізге? Айта алады кейбір халықаралық ұйымдар. Ал феминизм тұрғысынан келетін болсақ, бізде алшақ басатын бір оқиғалар болады. Ол мысалы 21 жылы қалың малдан арылу, көп әйел алушылыққа қарсы қылмыстық кодексті тану, қыз алып қашуды қылмыс деп тану, тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыстық кодекске қайтару, осындай тенденциялармен гендерлік теңдікке келуді жақындата түседі. Мен өзім жеке өзім үшін 24 жыл меніңше Қазақстанда қазақ әйелдерінің жылы деп анық айта аламын. Себебі жаңалықтың барлығында да негатив болсын, позитив болсын 80% басты кейіпкерлер әйелдер, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жазалануы, Бишімбаевтың сот процесі, харассмент туралы заңнаманың қазір жұмыс тобына енуі, немесе парламентте қаралған көтерілген көп мәселелер әйелдерге, балаларға қатысты. Осыдан 24 жыл қазақ әйелдерінің феминизмнің үшінші толқынының анық көрінісі деп айта алатын едім. Әлде көп жұмыс қазақ әйелдері үшін жасайтын, өте көп. Себебі қазақ әйелдерінің проблемасы көп. Бізде 21 миллион халықтың 51,6% әйелдер. Олар мәселесі көп. Барлық әйелдер мәселесі көп, бірақ та олар оны мәселе деп қабылдамауы мүмкін. Мынандай сұрақ. Жаңа сіз өткен тарихтағы қазақ әйелдерінің жағдайы құқы туралы айтқан кезде, біздің қазіргі өмір сүріп жатқан күнімізден алып қараған кезде ол бір сорақы дүние болып көрінуі мүмкін. Бірақ сол заманның контексті үшін ол қалыпты дүние, ол сол әйелдің таңдауы, ол сол замандағы оның өмір танымының, көкжиегінің жеткен жеріне дейінгі, сол үшін ол қалыпты дүние болды деп мысалы сондай баға бердіңіз. Мынандай сұрақ, қазіргі қоғамдағы әйелдердің мысалға сол өзінің құқығын қорғайтын бір бастамаларға қолдау білдіргісі келмеуі, немесе тіпті қарсы шығуы, сол феминизмге қарсы шығуы. Бұны осы уақыт контексті тұрғысынан соның таңдауы, соның құқы деп сондай баға бере аламыз ба? Жоқ әлде ол тек білмейді, тек оған жаңағы ақыл айтып үйрету керек пе?
Жоқ, әлбетте бере аламыз. Біріншіден, феминизм ол саяси қозғалыс. Саясаттың негізгі принциптерінің бірі саяси плюрализм, иә, пікір алуандығы. Егер бір әйел келіп, маған феминизм қажет емес, мен 5 баламен өте бақыттымын, маған өмір үйретпей қой әйгерім десе, мен ол таңдауын сыйлаймын. Иә, ол оны таңдау. Бірақ та отыра қалып, жоқ, сен неге 5 баланы дүниеге әкелдің, деп мен айтуға хақым жоқ. Феминизм осы жайлы ғой. Бізде көбісі осылай айтады. Біз бүкіл қазақ әйелдеріне өмір сүруді үйреткіміз келеді. Жоқ, біз үйреткіміз келмейді. Феминизм бірінші таңдау, бірақ та оларға еске салу. Ол шынымен сенің таңдауың ба? Жай ғана сұрақ қою, риторикалық сұрақ қою. Мысалы, сенің мүмкін моделің өмірлік көрген жеті әжеңде осыны қайталап келе жатқан паттерн болса, сен ешқашан ойламасаң Гарвардта магистратура оқуды, бұл таңдау ба? Яғни осындай сұрақ қою арқылы, диалог қою арқылы біздің мақсатымыз олардың ойын бұзу емес, жай ғана басқа да көзқарас бар екенін айту, және біздің мақсат ол заң шеңберінде. Мысалы, кейбіреу айтуы мүмкін, мені де алып қашып кетті ғой, кезінде мен бақыттымын. Мен айтамын, жоқ, ол кезде ол қылмыс болмаған шығар. Қазір ол қылмыс, ол адам ұрлау. Сізді мешекке салып алып кету, оны Дариға Бадықованың киносында күлкі қылдырып көрсету, ол заңға қайшы. Ол Конституцияның 14-ші бабына қайшы. Ол 2009 жылғы заңның 6-шы бабына қайшы деп айтсам, ол басқа дүние. Ал мен оны көндіріп, ой, сен адасып жүрсің, мен сені құтқарайын деу, оның фашизмнен қандай айырмашылығы бар? Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Сол үшін біз оны заң шеңберінде айтуға тырысамыз. Мәселе неде? Құқықты әйел құқығына байланысты көп нормативті актілерде бізде әйелдер емес, жалпы халық біле бермейді. Қандай құқығы бар екенін біле бермейді. Мен өзімді қалай құтқарамын, мен өзімді қалай қорғаймын. Маған мысалы көп қыздар жазады, мені әйел болғаным үшін кемсітті. Ой, әйел тыныш отыршы, аузыңды жапшы, әйелсің ғой деген кезде мен не істей аламын дейді. Олар қарапайым тұрғыдан өзі сексизмге тап болса не істейтінін білмейді. Сен мектеп оны үйретпейді. Заң түсінікті тілде жазылмаған, медиа оны көрсетіп жатқан жоқ, хабар телеарнасынан оны айтып жатқан жоқ. Яғни қарапайым әйелдің эмансипациясы құқықтық курс бізде өте аз. Әйелдер тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған кезде қайда бару керек екенін білмейді. Және ол білмеген әйелдің мәселесі емес қой. Осы оны түсіндірмеген мемлекеттің проблемасы ғой. Неге әйел оны түсіндірмеді? Әйел түсіндірді ғой, ой, отбасын сақтап қал, ажыраспа деп, оған анасы, әжесі барлығы құлағына құйды ғой. Бірақ та сені ұрса, саған қол көтерсе, сен реанимациядан бірақ шықсан, сен мына жерге бара аласың деп бізде ешкім айтпайды ғой. Біздің басты мақсатымыз осы бар ақпаратты оларға жай ғана жеткізу. Ал мен барлық қазақ әйелдерінің таңдауын сыйлаймын, себебі олардың таңдауы. Бірақ та біз кейде таңдау деген нәрсені сізге өзге біреудің көндірілген, яғни пропаганданың немесе идеяның сіздің құқығыңызға қайшы нормализацияланған дүниеге сұрақ қою. Мысалы, Куканың «Дәстүр» деген фильмі біз қатты сынадық. Неге? Себебі ол қызды зорлағаннан кейін өзінің әрекетін сыртқы күштерге жау арқылы қылмысты қылмыс емес деп көрсетеді. Міне, бұл норма емес. Біз бұған қарсымыз. Сенесіз, бұл осы фильмнен кейін шынымен екі жігіт солай жасады. Учаскеге келген кезде зорлау фактісі орын алған. Неге зорладыңдар? Мотив маған жыңғып кетті. Яғни ол әлеуметтік мәдени біз түсінуіміз керек. Кез келген сіз көрген ақпараттың сіздің ертеңгі өміріңізге әсер ететіндігі. Келінжан сериалы ол сізге әсер етеді. Сіз ерте ме кеш пе ұрысқа айсараға айналасыз ба, айналмайсыз ба? Ол мәдени мемлекеттің саясаты. Сіз кімге айналасыз? Абысындармен ұрысатын келінге ме? Әлде болашақ министр әйелге ме? Мемлекет нені қалайды? Министр әйелді көргенде ме? Әлде көп балалы ананы ма? Барлық мемлекет Трамптың администрациясынан бастап көп балалы ананы қарайды. Камала Харрис сияқты әйел президенті қаламайды ешкім. Яғни бүкіл әлемде қазір антигендерлік қозғалыс жүріп жатыр. Оның ғалымдарына постковид әлемдегі тенденциялардың бірі. Байқасаңыз, Польшада, Ресейде антигендерлік заңдардың ақш-тағы 50 штаттың 26 штатында абортқа тыйым салынуы жалпы әйелдерге қарсы қозғалыс бүкіл әлемде бар. Оның тенденциясы біз алдыңғы 5 жылда көреміз. Негативті тенденциясын өкінішке қарай. Біздің мақсатымыз соны дабыл қақтырып айттыру. Өкінішке қарай Қазақстанда әйелдердің білім деңгейі түсіп бара жатыр қазір. Білімді құндылық көретін, жоғары оқу орнына түскен, немесе декреттен кейін жұмысқа қайтып келген әйелдердің саны құлдырауы бар. Біз соны ғалымдар ретінде көреміз. Еңбек нарығында неге әйелдер аз? Немесе неліктен крупный бизнесте, ірі бизнесте әйелдер жоқ? Неге кредит алғандардың ішінде әйелдер тек қана кішкентай сома кредит алады, үлкен сома аламайды? Үлкен сома кредит алу үшін сізге кепілге зат қою керек. Кепіл кімнің атында?
Еркектің атында. Яғни әйел бизнес жүргізе алмайды. Ол мәселе ғой, мәселе. Яғни осыны айту арқылы әйелдерге жеткізсек, ол ұзақ уақытты қажет етеді. Ол тама тамшы тасты теседі деген мен философия өзім сенемін. Ерте ме кеш пе жалпы қазақстандық феминистердің еңбегі оң нәтиже береді дегенге сенемін. Ол беріп те жатыр. Ол мысалы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа біздің реакциямыз қандай? Немесе сексист жарнамаға біздің қазіргі реакциямыз қандай? Қазіргі әйелдердің сладшейминг үшін, көшеде кэтколлинг үшін, ей қарындас фигураң зат екен деген Туканың 10 жыл бұрынғы әзіліне күлмейтін қыздар бар. Ол феминизм жетістігі деп ойлаймын. Ол ешқандай әзіл емес. Ол сізді сексуалды сипаттап тұрған кэтколлинг, қарындас фигураң зат екен. Бірақ та менің әпкем үшін ол кезінде комплимент болып есептелді. Яғни біздің құндылығымыз өзгеріп келеді ғой. Күшті. Бұл жағдайдың өзгеруіне сіз айтып отырғандай құндылықтардың басқаша қалыптасуына, дұрысталуына қолдайтын адамдардың тобының өкілі ретінде шын қуантады. Соңғы сұрақ болсын, мынау қазақ тарихындағы осы қазақ әйелінің құқығы үшін күрескен, хақы үшін күрескен 5 тұлғаны атап бересіз бе? Әйелдерден кез келген ғасырдан да. Иә. Кез келген ғасырда айтатын болсақ, Томирис мен үшін өте даулы тұлға. Себебі Томирис қазақ емес, білеміз иә, ол сақ дәуірінде болғаннан қазақ екенін дәлелдемеген. Оған біздің қырғыз бауырлар, өзбек бауырлар, парсы бауырларымыз дауласа, мен оны түсінемін. Себебі біз оның ұлтын қазақ деп білмейміз. Бірақ та маған ұнамайтыны, біздің әдебиетте, мәдениетте Томиристе тек қана тұмар ханшайым, қазақтың ханшайымы деп беру де ол бір тарихи фактыны өзіңе қарай көрпеңді өзіңе қарай тарту деп ойлаймын. Сосын ұлтын айту керек, Томирис ол қазақ болған жоқ. Бірақ та тұмар патшаның сол кезде Кир патшасын басын қанға салуының себебі неде деген сұрақ. Себебі ол реваншизм. Ұлды мен күйеуінің өшін алды. Яғни ол жай ғана жоқтауын зарын шығара алмаған жесір әйел ме? Әлде шынымен эмоцияланған батыр әйел ме? Біз осындай сұрақтарды көбірек айтуымыз керек. Яғни тұмар ханшайым кім? Ақан Сатаевтың фильмінде ол ғана жесір әйел, ашуланған, реваншизмнің кирден алғысы келген әйел. Осы маған кіртімаған жоқ. Себебі мен бала кезімде тұмар ханшайымды күйеуі мен әйел үшін өш алғысы келген әйел ретінде қабылдаған жоқ. Мен батыр ханым ретінде, мысал ретінде өзім көріп келдім. Сол үшін тұмардың тарихы да өте даулы болғандықтан осындай сұрақтарды, критикалық тарихқа сұрақтарды біз қоюдан бас тартпауымыз керек деп ойлаймын. Біріншіден мен үшін Жанна Дарк болатын, егер әлемдік деңгейде қарайтын болсам, себебі 16 жасында тіпті мен Жанна Дарктың өлеңін жатқа білетін едім, қазір есімде жоқ, француз тілінде жаңағы дарға асатын кезде жатқа айтқан өлеңі. Жанна Дарк қазір Францияның символына айналды, бүкіл әлем символына айналды. Себебі 16 жасар болса да француз революциясында әйел болған үшін өлді. Қазақстандықта Жанна Дарктар бар, біз бірақ сәй ғана олардың есімін білмейміз. Өкінішке қарай. Сол үшін әлемдік деңгейде, қазақстандық деңгейде келетін болса, ол тұмар ханшайым, мен үшін себебі батыр ханшайым, қазақ болмаса да қазақ елінде сақ дәуірінде өмір сүрген Жанна Дарк, Нәзипа Құлжанова. Мен Нәзипа Құлжанова жаңа айттым, неліктен тақия киетінімді, ол кісінің жалғасы ретінде көремін. Алма Оразбаева. Бізде қазақстандық Қызыл киіз үйлер деген нені өткізіп, 1913 жылы Берлиндегі 8 наурызды тойлауға қазақ әйелдерінің атынан қатысқан. Бірақ ол кісіні көп айтылмайтын себебі тарихта. Ол кісі қазаққа үйленбеген және өмірінің соңғы күндерін жындыханада өткізген. Сол үшін біздің тарихшылар ол кісіні еске алуды ұнатпайды. Ол да әділетсіздік деп ойлаймын. Сол және соңғысы қазіргі заманнан мен ең сүйікті ақыным, жазушым, ол кісімен біз бір күнде туғанбыз, сүйіп оқитын, ол Фариза Оңғарсынова. Сол кездегі батыр қыздарымыз деп ойлаймын. Батыр апам болған, Жұлдыз журналының редактор болған, парламентте, мәжілісте болған кезде сондай қазақ қызының қайсар сөздерін айта білген. Көзі тіреместерден, осы бесеу деп айта аламын. Көзі тірілерден де мен қазір үлгі тұтатын әйелдер жетерлік, әлемдік сахнада болсын, қазіргі сахнада болсын, рол моделдер керек. Біз оны жиі айтуымыз керек. Әлбетте олар салыстырмалы түрде өте санаулы, бірақ бар және шығу керек. Мен үнемі студенттеріме айтамын, қыз студенттерге айтамын, сендер осыны зерттеңдер. Заңгер болсаңдар да, тарихшы болсаңдар да, қай қаладағы, Самарқандтағы болсын, Шыңжаңдағы болсын, кез келген музейге барып, қазақ әйелдері туралы деректерді іздеуіміз керек. Ол біздің қазіргі 21 ғасыр феминистердің миссиясы деп ойлаймын. Тарих оқулығын қайта жазу, ол жердегі екі әйел орнына әлия мен Мәншүк қана емес, 22, 32, 42 әйел болу керек. Біз сол әйелдерді қазір тарих оқулығына қосумен жұмыс жасауымыз керек. Себебі әлия мен Мәншүк те біз білеміз, ол соғыс оларды қолданды. Патриархаттың құлы болды, өкінішке қарай. Себебі біз олардың соғыстың құрбаны деп айтқанмен де, олар соғысқа барғысы келді ме деген сұрақ.
әлбетте ол соғысқа барғысы келмеген шығар. Әлем меншікте тек қана петті бітірген, музыкалық колледжді бітірген ұстаз, ана, көп балалы ана болғысы келген шығар, бірақ та оның қалауын соғыстындаған жоқ. Яғни патриархат әлем меншікті қалай өлтірсе, қазір де қазақ әйелдерін солай өлтіріп келе жатыр. Жай ғана басқа әдіспен, басқа тәсілмен. Біз соны жай ғана көре білуіміз керек деп ойлаймын. Және маған қатты ұнамайтыны қазіргі медиада қазақ әйелінің образы кім деген кезде бір өте ұрысқақ, меркантил әйелдерді көрсетеді. Шынайы әйелдер олай емес. Қазақ әйелдер өте білімді, тәуелсіз, өз құқығын білетін, заманға сай тенденцияларға аяғын алып жүре алатын, тіпті Қазақстан президенті болатын білікті білімді әйелдерді мен өмірде айналамда ондай әйелдер өте көп. Біз медиадан көрмейміз. Олар болашақ қазіргі бізден кейінгі ұрпаққа үлгі емес, себебі олар жоқ. Олар жай ғана телеарнада, жарнамада, клипте жоқ. Сіз айтып отырған жаңағы роль модельдерге, үлгіге айналатын тұлғаларға, бұған желтоқсан оқиғасына қатысқан қазақ қыздарын жатқыза аламыз ба осы қатарға? Әрине. Оларға деген феминизмнің көзқарасы қатынасы қандай, осы туралы айтып бересіз бе? Әлбетте, кез келген ұлттың тарихында бір ақтаңдақтар болады. Мен ішінде өте бір травмалы тақырыптардың бірі ол желтоқсан жаңаөзен қаңтар. Мен әлі күнге дейін осы тақырыптарды қанша терапиядан өтсем де эмоциясыз, көз жассыз айту өте қиын. Себебі жалпы желтоқсанға мен әкем де қатысқан. Желтоқсанға қатысқандардың не үшін олар алаңға барды деген кезде бір-ақ аргумент болды. Қазақ қыздарын шашынан сүйреп жатыр деген. Қазақ қыздарын алаңда ұрып жатыр, қазақ қыздарын намысын таптап жатыр, қазақ қыздарын орыс әскерлері жатырынан ұрып жатыр, ұрпақсыз қал деген сөз үшін, ол қазақ еркектерін осы мен қарындасымды қорғаймын деген намысы үшін алаңға шықты. Неше нағыз феминистік алаумен шықты, кейін ол әлбетте ұлттық қазақтың ғасырлар бойғы жан жарасына ұласып кетті ғой, түсінікті болды. Бірақ та әлбетте мен желтоқсан оқиғасын айтқан кезде ол жаңағы еркек тоқты құрбандық атам десең атындар деген сөздің өзінде сол кездегі бір токсик қазақстандық маскулиндікті көрсетеді. Қайраттың соңғы сөздерінің бірі еркек тоқты құрбандық деген сөз. Қазақ еркектері өзінің құрбандыққа шалды қыздың намысы үшін. Қалқан мамыр жыры болсын, бүкіл қазақ әдебиетіндегі жырлар не үшін? Қазақ әйелдің намысы үшін еркектердің өзінің өмірін құрбандыққа шалған біз кейстерді өте көп көреміз. Тіпті мынандай әзіл бар ғой, соғыстың басталуына бәрі себепкер әйелдер деген. Барлық жағдайда емес, бірақ көп жағдайлар әйелдердің намысы болды. Меніңше желтоқсан маған сол үшін сәл травмалық, себебі мен тарихи деректердегі оқулықтардағы Майқанова апамыз болсын, Асанова болсын, ол фамилиялар әлі де аздық етеді, себебі оның құрбандары одан да көп. Алаңнан кейін ұрпақсыз қалған, жатырына тиген жарадан кейін ұрпақсыз қалған ана әжелеріміз өте көп. Оларды айтылмайды, олардың үні де әлі жабылып келе жатыр. Сол үшін мен олардан біріншіден біздің ұрпақ ретінде кешірім сұраймын. Біз оларға әлі лайықты баға бере алмай келе жатқанымыз үшін. Қарабауыл қасқалдақ әнін естісем мен әлі де жылап қала беремін. Тіпті Әбербек Тінәлиевтің желтоқсан желі деген әні, тондырды мені, тондырды сен әні. Мен үшін сол ән негізі гимн. Қазақстан тәуелсіздің гимні мен үшін сол. Себебі сол әннен мен бүкіл Қазақстан тарихы көз алдыма келеді. Бізді тондырған және сол әлбетте қазақстандық феминизммен тікелей байланысты. Себебі қазақ әйелдері ешқашан жаудан қорықпаған. Ұрпағының болашағы үшін ол өзін құрбан ете білген. Ол 12-ші баласын дүниеге әкеліп 40 жасында қайтыс болған мен мәжем болсын. Ол желтоқсанға шыққан 20 жасар қыздар болсын. Ол шетелге оқуға шығу үшін аналарына, әкелеріне қарсы шығып протест жасаған қыздар болсын. Немесе олар дүниеге келген кезде аты жалғас болып, кейін атын ауыстырған қыздар болсын. Олардың қанында протесттік мен қазақпын, қайсарлық, азаттық рухы кез келген қазақ қызында бар. Жай ғана ол жағдайға байланысты әртүрлі көрініс табады деп ойлаймын. Сол үшін осы тұрғыдан келген кезде қазақ әйелдерінің еркіндігі ол біздің тарихи ерекшелігіміз деп ойлаймын. Яғни көнбеу, әділетсіздікке төзбеу, өзің біреудің меншік екеніне көнбеу, мен жеке тұлғамын, мен деген сөз ол тек қана Махамбеттің жырындағы мәселе емес, ол қазақ әйелдерінде де мен деген дүние болды, ол Фаризан әдебиетінде болсын, сол кезде Қобланды батырдағы назымда болсын, барлық қазақ әдебиетінде, жырында, тарихында әйелдердің мені болды. Біздің мәселе сол менді көре алмауымызда, біздің отарланған халықтың тарихын отарлаушы зат дейді. Сол отарлаушы әйелді зат көрген ұлттың жазған тарихымен біз өкінішке қарай біраз әжелеріміздің еңбегін құнсыздандырып келдік. Ол бір тарихи әділеттілік.
намыстың қайтадан жаңа кезеңін күтеді деп ойлаймын. Сол үшін желтоқсан маған сондай, кешірім сұраймын, сәл эмоциялы босасам, бірақ мен үшін ол өте ауыр тақырып желтоқсан. Өйткені ол қазақ қыздары үшін шыққан оқиға еді ғой, намыс үшін. Ол мен мынандай параллель көрдім, кеше ғана Рыбакина шықпаған кезде намыс қайда деді. Сонда менде сұрақ туындады. Ал намыс деген дүние не ол? Иә. Намыс деген дүние, менталитет деген дүние, ол ғылымда қандай да бір аксиома сияқты формуласын жазып анықтама беру мүмкін емес. Намыс та сол. Намыс деген не? Ол қашан пайда болады? Қашан кетеді? Мен Қазақстанда тумаған, Қазақстан тарихын білмейтін, Қазақстан тарихын оқыған кезде, немесе отырар жырын оқыған кезде Қараханмен бірге жыламаған қазақ балалар болмағандықтан мен Рыбакинадан намыс талап ете алмаймын. Ондан жасанды намыстың не қажеті бар? Неге біз одан намыс талап етеміз? Міне ол әділетсіздік, міне ол сексизм. Өзге ұлттан сен намысты талап етесің. Намыс ол сен қасық қанның туған жеріңмен, мына отан деген ыстық ұғыммен бірге қалыптаспайтын еді. Сол үшін бізде кейде намыс деген сөздің бағасын түсіріп жібереді. Рыбакинада ол жоқ, ол болмаған үшін кінәлі емес. Сіздің ойыңызша, бұл туралы айттыңыз, бірақ бір ауыз қорытынды ретінде болса, қазіргі қазақ феминизмі алдағы 5 жылдың ішінде қандай жетістіктерге жете алады? Соны бір 3-5 пункт атап бере аласыз ба? Ең бірінші қазіргі біздің миссия феминистердің ол биліктегі әйелдердің санын 30%-ға жеткізу. Себебі бізде 21 жыл қабылданған квота бар. Биліктегі 30%, мәжілістегі заң шығарушы органда әйелдер болу керек. Қазір біз 18%-біз. Соны 2030-ға дейін, негізі менің мақсатым 40-30%-ға дейін жеткізу, ол қолжетімді деп ойлаймын. Қазір әйелдердегі саясаттағы әйелдерді қолдауға байланысты бірақ бағдарламалар жасап жатырмыз. Мүшелермін соның бірінің. Меніңше ең бірінші миссиям сол, яғни саяси шешім қабылданатын мәжілісте, сенатта әйелдердің үлесін арттыру. Қазір жоғарғы сот судьяларының 52% әйелдер. Өте керемет көрсеткіш. Бізде тарихта ол болмаған. Ректорлар әлі 30%-ға жетпей отыр. Барлық билік кезеңдерінен, ол медицина болсын, ол экономика болсын, топ менеджменттегі әйелдердің санын біз 2030-ға дейін 30 межеге жеткізуіміз керек. Оған бәріміз бірге еңбек етуіміз керек деп ойлаймын. Бірінші саяси шешімдер, екіншіден заң қабылдау. Харасментке байланысты, мысалы біз осы күзде қабылдаймыз, харасментке қатысты, және үшінші әйелдерге жыныстық белгісі бойынша кемсіткен үшін жаза. Не сексистік көзқарас үшін, ол бұрыннан керек заң деп ойлаймын Қазақстанға. Және келесі миссиялардың бірі Қазақстанда қауіпсіздіктен бөлек, саясаттан бөлек қазақ әйелдеріне менің өзім қалайтыным көп балалы анасы бар әйелдерге және мүгедектігі бар әйелдерге ерекше статус беру. Яғни бізде көп балалы аналардың марапаты әлі де жеткіліксіз деп ойлаймын. Себебі 20 ғасырда алтын құрсақ атанумен 21 ғасырда 5 бала дүниеге келу ол өте қиын. Сол үшін көп балалы аналардың статусына, әлеуметтік жағдайына жағдай жақсарту, мүгедектігі бар аналарды пенсияға ертерек шығару. Осындай көздеген әжелеріміз бар. Және әлбетте мен оны барлық интервьюда айтамын. Қазақстанның тұңғыш президент әйелін көргім келеді. Көріп кетемін деген үміттемін. Мен емес, менің немерелерім, балаларым емес. Мен тірі кезде сол әйел президентті көрсем, ол қазақ феминизмінің ең үлкен жетістігі болады деп ойлаймын. Себебі бізде президент болу ол тек қана Камала Харрис сияқты бір-екі партияның арасында дау емес. Ол миллиондаған адамдардың ішіндегі ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан стереотиптерді сындыру. Ең қиын жұмыс осы. Мида қалыптасып келе жатқан патриархат, ол сіздің миыңыздың түкпірінде отыр, сіз оны білмеуіңіз де мүмкін, ол патриархат екен. Себебі сіз айтасыздар, Рыбакина неге жеңіске шықпады? Немесе біздің кейбір комментаторлар сияқты Әбиба шыққан кезде қолда бар қоладан оңайлықпен ұтылып қалдық. Әттең Әбиба сәл шыдауың керек еді. Кешіріңіз, бұл патриархат. Әттең шыдауыңыз керек еді. Сен қолдаудың орнына сен оны сынап тұрсың. Сен жығылғанға жұдырықтап тұрсың. Себебі олимпиаданың бәрін көріп жүрмін да, феминизммен. Себебі қазір 55 ғалым зерттеп жатыр олимпиаданы. Behavioral психологтар. Әр спортсменнің әрекетіне, және көрдіңіз, Евроньюс бір сексист испандық журналисті қызметтен шығарды. Австралиялық плавчихалар суда шыққаннан кейін не істейді, енді әйелдер ғой, ернін бояп отыр деген сөз үшін қызметтен кетті. Ол басқаларға сабақ, себебі мен біздің репортерлардан да өте көп сексистік көзқарас байқадым. Қызда болса, жаста болса, не дейді, француздың бір спортсмен үлбіреп тұр екен, әдемі екен. Яғни бұл секс объективизациялық тіл нормалары біздің журналистерге көптеп керек. Яғни жалпы әйелді қалай сипаттау, әйел туралы жарнаманы қалай жазу, бұл өте үлкен мәселе. Әдемі, сапалы, шырайлы, шынымен
керек деректермен, керек ақпараттармен қаныққан сондай бір сұхбатыңыз үшін көп рахмет, Әйгерім, сізге. Рахмет, сізге Иә. рахмет. Мың алғыс. Құрметті көрермен, болашақта бізді осы секілді тамаша әңгімелер, тамаша сұхбаттар күтеді. Біздің арнамызға жазылып, болашақта шығатын видеоларымызды қарап жүріңіздер.